Барлықтарыңа сәлем достар, сіздер Акон Тажбаев каналын көріп отырсыздар. Бүгін көптен күткендей осы блогта мен прессті қалай шығару керектігін сіздерге бөлісетін боламын. Прессті шығару үшін не істеу керек, не жеу керек, и диета жағы қандай упражнение сіздерге барлығын осы видеода түсіріп кететін боламын. Достар, бірінші осы видео басталмас бұрын маған міндетті түрде тіркеліп коммент қалдыр, мен сол комментке міндетті түрде сіздерге жауап қайтаратын боламын. Және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Онда көп созбай, давай бастайық. Достар, бірінші диета жайлы айтатын боламын, бірақ та қазір сіздерге пресстен хабарым бар екенін көрсету үшін мен өзім прессімді қазір көрсетейін. Достар, прессті шығару үшін ең бірінші ол диета ұстау керек. Диета болғанда питаниені есептеу керек. Ол уже сәл басқа тема. Ол жайлы тағы да алдыңғы видеода түсіріп кетемін. Маған тіркеліңіздер, міндетті түрде алдағы уақытта көретін боласыздар. Диета ұстау керек, ешқандай да жареный, жирный, мучной, тәтті барлығын алып тастау керек. Тек полезный тамақпен тамақтансаңыздар, сол кезде сізде мына жердегі подкожный жир кете бастайды. В общем, денедегі подкожный жирдің слойы азая бастайды. Сондықтан диета мәселесін шештік. Екінші мәселе ол кардио. Кардио жасау керек, каждый тренировка кардио. Жүгіру емес, егер де сіздер жүгірсеңіздер, просто денедегі еттеріңіздің барлығын жоғалтып аласыздар. Сондықтан да кардио істесеңіздер, тек жаймен жүру, ол велик болады, просто так кішкене жүру ше, жүгірмей-ақ. Соның өзі кардиоға жатады, күніне 15-20 минут. Мен өзім күніне 30 минут жасаймын, каждый тренировка сайын. Сол маған артық майдан ауыруға көп көмегін тигізеді. Ал үшінші ол қазір жасайтын біздің пресске арналған жаттығуларымыз. Онда көп созбай давай бастайық. Достар, ең бірінші мен үшін ең базовый жаттығудың бірі ол турникте аяғын көтеру. Егер де сіз 20 рет түзу аяғыңызды көтерсеңіз, онда сіз молодецсіз, в общем. Қазір мен 15-тен жасайық, 15-тен 4 подход. Бірінші упражнениеге жеткілікті асықпай, біз белімізді емес, прессімізді напрягать етіп, прессімізге күш түсіретін боламыз. Онда кетіп көп созбай. Достар, мен екінші топ жаттығым ол суперсет. Екеуі де ауыр өспен. Бірінші молитва деген кроссоверде жасаймыз 20 рет бірден бітіргесін. Аяғымызды көтереміз. Осым қазір көрсетем оны. Отырып лавочкеде аяғымызды көтеретін боламыз. Дәл солайынан 4 сет. 4 подход жасаймыз. Онда бастайық.
while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Просто музыка алсайшы, мен музыкаға өте түсіреді. Біз авторскысы тауып берсе болды маған. Айтады да, мен сол видеодан ақша алмасам да бүйтіп монетизация береді дейді ше, ана без авторский прав. Бірақ ақша онша болмайды, просмотр аз болады дейді ше. Анадан қоямыз автордан. Лучше просмотр көп болған жақсы маған дейді да ол ше. Чем музыканы алған қоса береді. Достар, қазір үшінші біздің жаттығуымыз ол Брусияда. Жаңа ауыр салмақпен жасадық қой. Енді өзіміздің весімізде жасаймыз, бірақ Брусияға. Мындай екі жақта косые мышцы дейді. Осы жақта мойын құртуға арналған жаттығу. Мына боковойға 20 рет, мына боковойға 20 рет. Солайынан 4 подход жасаймыз. Онда давай бастайық. Жақсы айтшы. Болды. Достар, осы соңғы біздің жаттығуымыз бұл кроссоверде қазір мен ең жақсы көретін упражнением десе де болады. Бұл боковойға арналған. Әр боковойға тоже 20-дан 4 подход жасаймыз. Онда көп созбай кеттік. Жескі. Достар, осы біздің пресске арнаған блогымыз аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Спортпен шұғылданыңыздар, міндетті түрде сіздерде результат болады. Міндетті түрде осы упражненияларды қайталаңыздар. Менің айтқаным қайталасаңыздар, міндетті түрде сіздерде результат болады. Достар, маған осы каналыма тіркеліп кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Қолдан келгенше сіздерге ответ қайтаруға тырысамын. Сіздер маған тіркелу арқылы, маған қолдау арқылы қазақша фитнестің дамуына көп үлестеріңізді қосасыздар. Сондықтан да достар, мені қолдап тіркеліп кетейік. Сау болыңыздар достар. Келесі кездескенше